Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқанына 30 жыл. 1991 жылдың 2 қазанында Байқоңырдан Тоқтар Әубәкіровпен бірге экипаж командирі ресейлік Александр Волков пен австралиялық Франц Фибик Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ғарышқа аттанғанды. Осы айтулы күнге орай Австрия билігі Қазақстанның осы мемлекеттегі елшілігімен бірігіп бас қосу ұйымдастырды. Шарада көпшілік ғарыш саласының өткені мен бүгінін талқылап, болашаққа бағдар жасады. Тоқтар Әубәкіров жиынға қатысушыларға бейне үндеу жолдап, австриялықтарды Қазақстанға Байқоңырға сапарлауға шақырды. Австрияның тұңғыш ғарышкері Франц Фибик естеліктермен бөлісіп, барша қазақстандықтарға ыстық лебізін жеткізді. 30 жыл бұрын Байқоңырдан досым Тоқтармен бірге ғарышқа аттанып, зерттеулер жүргізіп, қасиетті қазақ жеріне аман-есен оралдық. Пандемияға байланысты оның шараға келе алмағаны өкінішті. Менің екінші отаным Қазақстан мен қазақстандықтарға да бақ-береке тілеймін. Ғарышкерлеріміздің ғарышқа бірге ұшқанына 30 жыл толуын тойлап жатқанымызға өте қуаныштымын. Ғарыш бізді біріктіруші. Осы ғарыштық зерттеулер арқылы өз өмірімізді, климатты қорғай алсақ, онда болашақта үлкен үмітпен қарай алатындығымыз анық.